Саламатсыңдар ма балалар? Саламатсыздар! Ал балалар, бүгінгі сабақты қабылдау үшін аффирмация айтып жіберейік. Және хормен Мен өзіме сенемін. Бір-бірге басқа кетеміз. Өте керемет. Ал балалар, көңіл күйлерің қандай болды? Жақсы! Керемет болды ма? Иә! Өздеріңе сенімдісіңдер ма? Иә! Сабақты онда бастаймыз. Бүгін қараңдар. Математика сабағы. Математика сабағында қайсың 11 мен 20-ның арасында санап бере аласыңдар? Кәне, келе ғой. Және де даусыңды қатты шығара отырып, қазір мынандай ойын ойнаймыз. 11-ге тоқтамай, 11-ден 20-ға дейін тоқтамай айтып санап келші. Ескерейін. Кәне, тоқтамай санаймыз. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Болды, рахмет. Ал енді өте жақсы. Отыра ғой, келесі. Кері кім санай алады? 20-дан артқа қарай. Қане. Даусын қатты шығарамыз. Абзал тезірек, кәне жылдамдатамыз, Абзал. Кәне, 20-дан кері қарай санаймыз. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Дұрысы ба, балалар? Иә. Рахмет, Абзал. Өте керемет. Ал енді бүгінгі сабағымыз онда балалар. Қандай екен? Тақырыбымыз 11 мен 12 сандарын тура және кері санау. Натурал сандар қатарындағы орнын анықтау. 11-ден 20-ға дейінгі сандарды оқимыз, жазамыз және салыстырамыз. Сабақтың күтілетін нәтижеміз бүгінгі сабақта 11 мен 20 санының көлемінде тура санауды және кері санап үйренеміз. Және де жазамыз, оқимыз, салыстырамыз ол сандарды. Ал олай болатын болса, бірінші тапсырманы орындап жіберейік. Тақтаға қарасаңдар, бірінші тапсырма тұр. Бұл жерде қане? Қандай сандар жазылған? 1, 7, 2, 5, 10, 17, 20, 18. Жарай. Енді осы сандарға қарасаңдар, қандай ұқсастығы бар, қандай айырмашылығы бар? Қайсысын айтасың? Айта ғой. 7-нің орнына 2 қойдық. Осылардың қандай ұқсастығы, айырмашылығы бар? Отыра ғой, кәне кім жалғастырып жібере қойшы? Бірді алдына 1 қойылды. Иә, бірдің алдына 1 қойылыпты, иә. Және тағы да 17-нің алдына артына 1 қойылып па? 1 қойылды. Яғни бұл сана дұрыс айтып жатсың, иә? Яғни бұл жерде бірінші қатарға қарасаңдар, қандай сандар көріп тұрсыңдар? 1, 2, 3, 4. Яғни бір таңбалы Сандар. Бұлдана отыра ғой, келесің. Бір таңбалы сандар, иә? Ал екінші жерде, екінші қатарда қандай сандар тұр? 11, 17, 20. Бұл сандарды қандай сандар деп айтамыз? 2 таңбалы. Жарайсыңдар, 2 таңбалы сандар деп айтамыз. Яғни бір таңбалы сандарды көріп отырмыз, 0-ден бастап 9-ға дейінгі сандар. Естеріңе мықтап сақтап аламыз. 2 таңбалы сандарда 2 цифрдан жазылады, бірінші ондықтар және бірліктер болады, өте жақсы. Олай болса, екінші тапсырмаға өтейік. Екінші тапсырмада топтық жұмыс. Қазір топтаса отырып, топпен бірлесе отырып, екінші тапсырманы орындаймыз. Керол диаграммасы бойынша мына сұрау белгісіндегі тапсырмаларды бірге отырып орындайсыңдар. Қандай сандар жазылатынын табасыңдар. Қане топқа бөлінейік. Үшінші қатар арттағы креслоға барып жайғасады, отырып көр, кәне. 10-ға дейінгі сандар, тақ сандар, жұп сандар. 10-нан кейінгі сандар, жұп сандар және тақ сандарды тауып берді.
болды. Онға дейін болды. Бұл абақта 2 қой. 11 болып кетті. Жасып қойдым. Қане, бәріміз бірге көмектесеміз, е? Сен де жаза бер. Сол жағын сен де қосылып жаза бер. Енді мен жағам. Қане, сен айтып отыр, е? Қандай сандар екенін тақсанымыз. Жұп санымыз қандай сан екен? Орындаймыз. Жарайсың, өте керемет. Қане, үшінші топты көрейік, үшінші топтың жұмысы қалай болып жатыр екен? Қане, бәріміз барлық топ бір мезгілде тоқтаймыз. Енді жұмыстарымызды бір-бірімізге ауыстырамыз. Бірінші топ, екінші топқа, екінші топ, үшінші топқа жұмыстарын ауыстырамыз. Қане, Бәйдібек сен алып бара ғой екінші топқа жұмыстарын. Және де әр топ бір-бірінің жұмыстарында тақтадағы дайын жауаппен тексереміз. Қане, сен мына топқа бере ойыңдар. Бәйдібек, мына топқа бересің. Ал Бәйдібекке сендер бере ойыңдар. Тапсырманы беремін. Тобыңа алып бар, жылдамдатып, тақтада дұрыс жауабын қараңдар. Тақтада дұрыс жауабы тұр. Дұрыс бекен, кәне бәріміз оқушы бірдей атсалысып, қатесін тексереді. Өте жақсы береміз. Бал береміз дискриптормен. Ондай болатын болса бал беріп шығыңдар. 10-ға дейінгі сандар. 5 балы дискрипторына қараймыз. 10-ға дейінгі тақ сандарды жазды ма? Жазды. Жұп сандарды жазды ма? Жазды. Балды қойып шығыңдар. 5 бал. Бұл жерде де дұрыс жазыпты, 5 бал. Жаңа астына жазыңдар. Қандай бал бересіңдер дискриптормен салыстыра отырыңыз. 18 бал алыпты. Бұл топта ше. Қанша бал алды үшінші топ бойынша? 18 бал алды. Өте жақсы. Ал енді қазір маған көңіл бөлеміз. Балалар, кәне, тынышталамыз. Қайсы топтың, қай топ бірінші, 2 жұлдыз 1 тілекпен осындағы жасаған жұмыстарына кері байланыс бере аласың. Қайсысын кері байланыс бересің? Бере ғой. Не себептен 18 бал бердің? Дұрыс па тапсырмаға? Бәрі дұрыс болды. Орнымыздан тұрамыз. Бәрі дұрыс болды. Сөйтіп, бірінші топ қанша бал жинады? 18 бал жинады. Өте жақсы. Құттықтап қояйық бірінші топты. Ал екінші топтан қайсысын сөйлейсіздер? Кім спикер болады? Өйткені олар 18 балдың бәрін жинады. Өте дұрыс шығарған ба, есептің бәрін дұрыс шығарған? Жақсы. Екінші топты құттықтап қояйық. Үшінші топтың спикері кім болады? Ал қайда ғой қандай бал жинады? 5, 4, 5. Сонымен қанша бал жинады? 19 бал жинапты, иә? Дұрыс па балалар? 19 бал жинапты дейді. Бірінші топтың несі, ең бірінші көп бал жинаған. Бірінші топ еді. Бәр жапалақта құттықтап қояйықшы. Өте керемет. Ал енді. Келесі тапсырмамыз. Кәне орнымызға жайғасамыз, топтан тұрамыз. Өздерің орындарына жайғасыңдар. Біз енді келесі үшінші тапсырмамыз өзіндік жұмыс. Математикалық диктант. Әркім өзі орындайды. Мына тақтадағы берілген кесте атауы тұр. Осы атауды оқимызда қасына бұл қандай сан екенін жазасыңдар. Және де осы екі санды салыстырып, қайсысы артық, қайсысы кем екенін жазамыз. Түсінікті ғой? Бастаңдар. Дәптерге орындаймыз. Көшірмейміз. Әркім өзі.
Uaqit bitdi. Bärimiz qalamsaqni qo'yamiz. Daftarlaringni jupben bir-biringga almashtiramiz. Bir-biringga almashtiramiz. Almashtirdikmi? O'ta yaxshi. Taxtaga qaranglar. Taxtada kestening durust javobi yozilgan. Taxtadagi durust javobni solishtirib, astindagi deskriptormen bal berib yozasizlar. Tushunibdi-ku? Al. Tekshiramiz taxtadagi bilan solishtirib, ya'ni qasna bal beringlar. Har durust javobga 1 baldan qo'yib chiqamiz daftarga. Bir deb qo'yib chiqadi. Bir deb qo'yamiz. Beramiz. 1 bal. Neye kadar? 1, alma neye kadar? 1 bal ya. Şurada 4 bal oldu. Bulduk mu? Ya. 6 bal algan o'quvchi bormi? Daftarlarni o'zlariga qaytaranlar. 6 bal algan o'quvchi. 500, 8, 10. Jaray, qo'l tushiramiz. O'ta yaxshi. 5 bal algan o'quvchi bormi? 5 bal algan. Yo'q, 4 bal algan o'quvchi-chi? 4 bal algan bizde 5 o'quvchi 4 bal aldı ya. 4, 5, 6 bala 4 aldı. 6 baldan tömen algan balalar үйге барып, 11 мен 20 sandарды цифрларды жазып үйренеміз. Жарайма? Оқимыз, жазамыз, салыстырамыз. Өте жақсы. Рахмет. Келесі сабақтың қорытындылай келе, тақтаға қараңыздар. Кәнім, баққа 5 саусақтарды ашыңдар. Осында 5 саусақты аштық па? Бас бармақ қайсы? Бас бармақтарыңды көрсетіңдер. Егер сабақта қазір өздеріңді жақсы сезінсеңдер, қолдарың осылай тұрады, жоғары қарапта. Егер өздеріңді орташа сезінсеңдер, жанына қарай қойыңдар. Өздеріңді жаман сезініп, көңіл күйлерің болмаса, астына қаратамыз. Кәне, көңіл күйлерің қалай болды, өздеріңді қалай сезіндіңдер бүгінгі сабақта? Жақсы. Бәрін жақсы сезіндіңдер ма? Жарайды, рахмет. Екінші баспа балаң үйрек қайсысы? Саусақтың ішіндегі. Балаң үйрек. Балаң үйректе жаңа топтық жұмыс болды, жұптық жұмыстар болып жатты. Қандай бір-біріңе қандай көмек бердің бе? Қандай көмек бердің? Кәне қайсың айтасың? Қол түсіреміз. Қандай көмек бердің? Сандарды айтып тұрып көмек бердің, е? Өте жақсы, керемет. Тағып айтады. Келесі айтылған көмектерімізді қайталамаймыз, басқа көмектерін болса айтыңыз. Мен сандарды жазып тұрдым. Сен жазып тұрып көмектестің ба? Я, өте жақсы. Енді ортан теле қайсы саусақтың ішінде? Көрсетсеңдерші. Ортан теле. Ортасындағы ең үлкен саусақ, е? Осы бүгінгі сабақта не қиын болды? Қол түсіріңіз. Не қиын болды бүгінгі сабақта? 11 мен 20 санның арасындағы сандарды оқығанда, жазған кезде қандай қиындық болды? Салыстырғанда айта қойшы. Мен салыстырған кезде қайсы дұрыс еместігін салыстырып отырдым. Және 13 көп, 11 аз екенін білдім. Білдің, е? Қиналған жоқсың ба сол кезде? Сәл қиналдым. Сәл қиналды. Тағы қай тұсында қиналдыңдар бүгінгі сабақта? Жарайды, олай болатын болса, ең соңында кішкентай саусақтың аты не? Шылдыр шүмек. Шылдыр шүмекте сіздерге мынандай сұрақ қоямын. Біз бүгінгі сабақта сіздерге не ұнады? Кәне қайсың айтасың? Не ұнады бүгінгі сабақта? Топпен жұмыс жасағанды. Өйткені мен мұғалім болғандай сезіндім. Өзіңді ма? Я, өте жақсы. Кәусар, рахмет. Тағы қайсың? Айта ғой. Топтық сағанында топтық жұмыс ба? Не үшін? Қайсы? Я, бірлесе отырып талқыладыңдар ма тапсырманы? Өте жақсы. Ал. Жером диплом.
Не үшін ұнады Декель диаграммасы кестесі? Ой кезде мен өзімді мұғалім сезіндім. Өзіңді мұғалім сезіндің ба? Айт Бағдәулет. Жұптық жұмыс ұнады. Ал Бағдәулет, не үшін ұнады жұптық жұмыс? Өйткені барлығымыз топ болып құрастырдық. Топ болып бірге жұмысты құрастырып шығардыңдар, иә? Кәне? Маған топтық жұмыс ұнады. Өйткені ол жерде басқа топтардың балын және жұмысын тексерген ұнады. Өте жақсы, керемет, иә? Жарайды, рахмет балалар, осымен сабағымыз бітті. Сау болыңдар.